Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге түрік асханасының тағамы жасымық пюре сорпасының рецептісін ұсынғым келеді. Дайындалу жолы өте оңай, небәрі 30 минутта дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Дайындау үшін бізге қажетті заттар: 1,5 литр су немесе сорпа, 1 стакан қызыл жасымық, 1 дана жуа, 1 дана картоп, 1 дана сәбіз, 1 дана қызанақ, 3 түйір сарымсақ, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық жалбыз немесе балғын жалбызды қоссаңыздар да болады, 1 ас қасық томат пастасы, жарты шай қасық қызыл бұрыш, жарты шай қасық қара бұрыш, 50 грамм сары май, 50 мл күнбағыс майы, 1 шай қасық ысталған паприка, жарты шай қасық тмин және де лимон қажет. Алдымен қазанға сұйық майды құямыз, сары майды саламыз және де қатты отта қыздырамыз. Жуаны көбіктеп тураймыз. Туралған жуаны майдың үстіне саламыз. 1-2 минуттай қуырамыз. Сәбізді де көбіктеп тураймыз. Қазанға салып 3-4 минут қуырамыз. Қызанақты турамас бұрын қызанақтың қабығын алып тастауымыз қажет. Ол үшін қайнап тұрған суға видеодағыдай етіп кесіп 1-2 минутқа салып қоямыз. Судан алып қабығынан тазалаймыз. Қызанақты көбіктеп тураймыз. Қазанға кесілген қызанақты томат пастасын салып 1-2 минут қуырамыз. Картопты көбіктеп тураймыз. Қазанға салып 2-3 минут қуырамыз. Сарымсақтарды майдалап кесіп қазанға саламыз. 1-2 минуттай қуырып аламыз. 2-3 қайтара жуылған жасымықты қазанға саламыз. Жақсылап араластырамыз. Қазанға су құямыз. Қайнағаннан кейін баяу отта 10-15 минут пісіретін боламыз. Балғын жалбызды ұсақтап тураймыз. Балғын жалбыз болмаған жағдайда кептірілген жалбызды пайдаланса болады. Қазанға жалбыз, тұз, дәмдеуіштерді саламыз. Қақпағын жауып 5-10 минут пісіреміз. Дайын болған сорпаны блендермен езіп шығамыз. Қатты қою болып кетсе, қайнаған су құйып сұйылтуға болады. Біздің жасымық пюре сорпамыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Лимон шырынын қоссаңыз, ерекше дәм береді. Назарларыңызға үлкен рахмет. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше.